болса да артына із қалдырған тұлға ешқашанда ұмытылмақ емес. Әйел теңсіздігінің құрбаны болған кешегі Ақбілек, Қамар сұлу, Жамал сынды арулардың өмірін қайталамай, қазақ әйелінің де қолынан бір іс келетінін дәлелдей білген ол Балжан Бөлтірікова болатын. Әйел бір қолмен әлемді тербетсе, бір қолмен бесікті тербетеді деген тіркес те осы Балжан Бөлтірікова туралы айтылғандай. Әңгімеге арқау болып отырған Балжан Бөлтіковаға биыл 3 жылдық мерейтойы. Қазақ дипломатиясының ханшайымы Балжан Бөлтірікова Жамбыл облысы Қордай ауданы Әлжан ауылында дүниеге келген. Аталмыш ауылдағы номер 23-ші Тұрарысқұлов атындағы орайындалады. Әр істің қатылықпен атқарған Балжан ісі өрге басып отырады. Бүгінде қоғам қайраткерінің туған ауылында өзі өскен көшесі Балжан Бөлтірікова есімі аталған. Дүние есігін ашқан үйі де жылы шырай танытып, тарихтан тұрғандай. Ауылдағы туыстардың Балжан апаға деген құрметі үйін таза ұстап, көшесін алғыстандырып тұрасындығы дәлел бола алады. Бір ғасыр өтсе де, кеше ғана бұл үйде тұрып, көше ойнап жүргендей әсер аласың. Ауылдағы Әлжан ана мұражайында Балжан апаның естелік заттары болып, іскер әйел бейнесін ұрпаққа үлгі боларлықтай дәлелдей білген қазақ қызының әрқашан мақтанышпен еске аламыз. 1999 жылы Қордай ауданының орталығы номер 4-ші мектеп-лицейіне Балжан Бөлтірікова есімі берілді. Мектеп директоры Байсуанова Гүлмира Болатқызының ұйымдастыруымен жыл сайын Балжан Бөлтірікованың мерейтойы тойланып тұрады. Оның атқарған істерін, жүріп өткен жолдарын айтып, көз көрген қариялардан естелік тыңдалады. Ал биыл қайраткердің туғанына 100 жылдық мерейтойы, оған дайындық тіптен қарқынды үстінде. 2018 жылы аталмыш мектепте ұрпақтар үндестік атты мектеп мұражайы ашылды. Оған директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлшат Құрманқұлқызы мен тарих пәнінің мұғалімі Ботагөз Абайқызының еңбегі зор. Сонымен қатар Балжан Бөлтірікованың атын асқақтату, оны елге үндеу мақсатында біз көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Сонымен қатар осы Балжан Бөлтірікованың атын асқақтату бойынша өзімнің қосқан үлесімді айтатын болсам, ел назары республикалық педагогикалық журналға дипломат ханшайымы атты мақалам шыққан болатын. 2012 жылы Қордай шамшырағы аудандық газетке ұмытпайды ұрпағың атты мақалам шыққан болатын. Және де 9-шы сынып оқушым Әбжали Сабина бағымызға бұйырған таудай тұлға атты өлеңі жастарын республикалық облыстық ғылыми танымдық журналға шыққан болатын. Және де болашақта алдымызда Қазақстан Республикасының ұлттық архивтері журналына осы Балжан Бөлтірікованың 100 жылдық мерейтойына байланысты тағы да мақалам шыққалы жатыр. Сөз соңымда айтатыным, бұл өмірде өзіңсің дара толған, аяулы қыз сенедің білім қуған, көзден кетіп көңілден ешбір кетпес, Балжан апа бар қазаққа дана тұлғаң. Парызың бүгін өтелмеген, әрізің жатыр жаңғырып, білімнің қуып, білімнің туын көтерген, есімің сенің мәңгілік деген келеді. Біз Балжан Бөлтірікованың мектебінде оқитын шәкірттері тұрғанда, Балжан апаның есімі ешқашанда ұмытылмақ емес дегім.